Ана бәрі жазады, еркек, ана қасындағы қатын маубас сол еркек алданып қалған. Ол хан деген 100% гарантия беріп, өзіне реклама істеп беріп болды. Енді бүкіл ана байын қатындар, олигарх қатының бәрі хандікі. Ол специалист еді, ол өтірік, ана келіншек аңқау, менен сәлем айтып барында солай. Хан деген жөлік, еркек өзін тамады да, ақша жоқ, хан деген тамадын танымаймыз мысалы. Оның ақшасын білем ме, көп болса 200 мың береді оған, 300 әрі кетсе. Одан артық ақша бермейді оған. Оның қасында ана қызды құртып кетті, ол қыздың өмірін. Ана қыз деген дым жақсы қыз еді, бейшара сол ханның. Ол ешкім телефонына ешкім өйтіп алмайды, біздің да телефон талай адамның қолында жүр ғой. Өтірік айтады, ол хан өзі специально таратып жіберді, өзіне реклама керек болды. Біздің Қазақстанда бірақ анандай, мен айтса бәрі әңгіме, анандай қылып аз редкий случай, біздің қазақтың жігіттері ондай шаруа істей алмайды, потому что мынадан кредит, мұрнында ботта проблема. Ана ханның миы мына жерде тұр ғой, короче. Мына жерде бүкіл күшті мына жақта, бізде бұл жақта ауырып бақтым, оны мында. Ол бір жермен алысып жүрген еркек қой, короче. Жолдан қосылған бай деген сондай болады. Біздерде де күйеу ұстауды ғой, күйеуім жоқ, айыр емес қой. Менің күйеуім мысалы өтіп барса да олай істемейді. Намысы бар еркектің ісі емес ол. Ол просто олигарх қатындарға реклама. Енді любой саспасын хан көресің, бір күні Бағдагүл ханым айтты, ол әйелін 100% тастайды уже. Енді ол сондай олигарх қатындар ананың бәрін көрді ғой. Интерес болады ғой бұған уже. Қорықпай қойсын, бұл олигарх уже, бұл вечный деньги жасайды уже. Короче, өзіне реклама істеді, хан болды. Келіншек просто аузы ұрылып қалды. Қазақшасы осы ғой. Мен айтарым сол. Мен де көрдім видеосын. Біз просто порядочный әйелміз, күйеуіміз бар, құдайға шүкір. Не порядочный қатындар ақша түсіп, реклама ғой, живой сендер. Енді бұл ханның телефоны аласыңдар ғой уже. Енді көрдіңдер ғой. Мықты екен да, түріктерге бардыңдар ғой, талай солай. Түріктер күшті сондай дедіңдер. Енді, пожалуйста, қазақтарда бар екен. Живой реклама өзінің қай жерін көрсетті. Көрдіңіздер ғой? Нормально екен, көрдіңдер ғой. Не өтірік әңгіме айтасыңдар? Без комментарий ғой. Мен кеше осы жерде көрген жоқ еді, маған біреу жіберді, кеше бір әйел. Мен көрмедім деген ғой, бір подружка жіберіп тұр ма. Күлкіден өлдік, не дейміз енді? Мен айтам, мастер-класс. Күйеулерімізге жіберіп қойдық, мастер-класс жақсы болды. Мастер-класс болды, ничего страшного. Әйел адамға просто қиын да ол. Еркектің дымы да кеткен жоқ. Ана еркек тем более дымы кеткен жоқ. Қазақша от меня передай привет, Бағдагүл ханым дәл осылай саған айтты де. Просто өзіңе реклама жасағың келді да, солай ғой. Прямо тик-ток шулаттың бүкіл, мына ішіне отыр ғой. 50% Қазақстанда қазір бай жоқ қатындар. Вот, пожалуйста, ақша бар, бай жоқ. Вот ты, олигарха будешь, без комментария. 100% мен гарантия берем оған. А қыздың енді обалар, қыз бірақ просто түсіп қалды. Ничего, қызда рекламасы күшті, қызда қор болмайды. Қызды көріп, еркектер жүгіреді, ханды көріп, все, без комментария бұл жерде. Басқа не айтам сен ол екеуіне? Мына хан асабаның порносын көрдік, қазір ғана. Не дейміз, профессионально шығыпты. Енді өздеріне де обал жоқ, сауап болыпты. Не азап ол түсіріп оның үшін. Мен просто бір нәрсені түсінбеймін да, не үшін түсірді, қай мақсатта түсірді, ләззат алу үшін ба, жолда просмотр жинау үшін ба? Просмотр жинау үшін, естественно. И причем тут Мобилоров, мен соны түк түсінсем бұйырмасын. Мобилоров қастарына 24-те жеті жүрмейтін шығар. Шиваса керайын, кудагыч играйын. Болды, кеттен уже приколға ілінді бұлар. Халық тоқтатамайсыңдар еді. Барлығы көріп шығады енді. 10 миллионға, 20 миллион, 10 миллион көрме, енді қалан 10 миллион көреді енді. Все, сауап болыпты. Енді теперь самое главное, халықтың алдына шығып, уәде беруің керексіңдер негізі, по сути. Енді менің ойым жалпы, маған ренжімеңдер, енді халық көріп жатса ренжіме. Халықтың алдына енді шығып, айту керексің енді. Енді періспейміз деп. Thank you.